Біз бүгін президенттің Бішкек сапары туралы кеңірек әңгімелесу үшін жеті күн студиясына Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Әсел Назарбетованы шақырдық. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы сапарды түйіндейтін болсақ, екі ел азаматтарына бірдей пайдалы қандай келісімдер бекітілді? Ең басты мәселе біздің сарапшылардың пікірінше ол шекара мәселесіне байланысты нақты шешімдердің қабылданған. Себебі Қазақстан мен Қырғызстанның арасында 5 бекет бар, шекара бекеті. Сол әрине көп, яғни келеңсіз жағдайлар туғызатын, көп халықтың наразылығын тудыратын мәселелер болатын. Себебі шекарадан өту әсіресе Қазақстан жағынан көптеген бюрократиялық құжаттар толтыруға байланысты қиындықтар туғызатын, адамдардың да өтуіне, жалпы көлік транзитінің де өтуіне көп кедергілер болатын. Енді осы жолы соған байланысты нақты шешімдер қабылдау керек, яғни бұл кедендердің жұмысын, яғни заманауи көшіру керек, яғни цифрландыру арқылы кедендік рәсімдеу жұмыстарының уақытын азайтуға байланысты қарастырылды. Өзіңіз білесіз, бұған дейін президент трансшекаралық өзендерді су бөлу мәселесі бойынша Қазақстанның келіссөздер жүргізудегі ұстанымы әлсіз екенін айтқан болатын. Осы жолы Бішкекке сапары кезінде су энергетика саласында бірлескен жобаларды қолға аламыз деген уағдаластықтары болды. Бұл келісімдерді су дипломатиясындағы тиімді шешімдердің бірі деп санауға бола ма? Су мәселесінде осы Қырғызстанға тәуелділігіміз бар. Себебі олар судың бастамасын жоғары жағында тұрғандықтан. Енді осы жолғы шешім бойынша Қазақстан мен Қырғызстан осы Қамбар-Ата гидроэнергетикалық станциясын бірлесіп жасау туралы келісімге келді. Яғни бұл сол қазіргі таңдағы аймақтағы суды үнемдеуге, яғни соны дұрыс пайдалануға көп көңіл бөлудің қажеттігін көрсетеді. Яғни біз әсіресе осы жаз айларында, яғни егінді суғаратын кезде, яғни өнімдерді ауыл шаруашылығында, ол су көп пайдаланатын уақытта бұл су мәселесі өте өткір бола бастайды. Осы таңда әрине біз мемлекеттер енді бір-біріміздің жағдайымызды түсініп, осындай ортақ мүдделілік арқылы осы мәселені шешуіміз қажет. Себебі сол суға байланысты ол әрине ол азық-түліктің яғни көлеміне, яғни азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, яғни су ол энергия көзі ретінде пайдаланамыз. Яғни бұл жолғы келісімдер айналып келгенде түптің түбінде аймаққа ортақ мәселені шешуге септесетін келісім деп түюге болады ма? Бұл мемлекеттердің су мәселесіне көзқарасының қазіргі таңда өзгергендігін көрсетеді. Алдында бұл бәсекелестік құралы ретінде, яғни бір-бірлеріне қыр көрсету ретінде пайдаланылса, су мәселесі қазіргі таңда енді судың өзекті мәселеге айналуына байланысты, бұл қазір керісінше оған деген көзқарастардың өзгеріп, мемлекет басшыларының және де осы түрлі комиссиялардың мәселеге басқаша көзқарасқа қалыптастырып жатқандығын көрсетеді. Сіз енді стратегиялық зерттеулер институтында халықаралық саясатты зерттеп жүрген мамандардың бірісіз. Осы тұста мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Мамыр айында президент бірден 3 елге сапарлады. Бұл сапарлардың бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Бұл сапарлардың бір-біріне ұқсастығы бар ма? Негізі бұл Түркияға, Ресейге және осы Қырғызстанға сапары осы мамыр айларында болған. Әрине бұл мемлекеттердің үшеуі де Қазақстан үшін өте маңызды мемлекеттер, стратегиялық әріптес мемлекеттері. Енді бұл жердегі ортақтықты көрсететін болсақ, осы 3 сапар барысында да мемлекет басшысының ең басты ұстанымы бұл көтерген мәселелердің ұлттық мүдде, яғни мемлекеттік қауіпсіздік мүддесі тұрғысынан қарастыруы, яғни сол жердегі жүргізілген келіссөздер де мемлекеттің, халықтың қамына байланысты айтылған мәселелер болды. Қазір қалыптасқан геосаяси жағдайда әрине мемлекеттің барлық мүмкіндіктерін пайдалану қажет. Уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келгеніңізге алғыс айтамын. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін.